әнші адамның Витебск қаласында өткен славян базары байқауынан келгеніне көп бола қойған жоқ. Естеріңізге сала кетсек, өнер иесі аталмыш халықаралық музыкалық сайыста еліміздің атын шығарып қайтқан еді. Әділқазылар мен көрерменнің көңілінен шыққан адам сол сапарынан жүлделі оралды. Енді мен бірінші жүлде алып $15,000 алғам, шынымды айтайын. Енді қазір менде кәдімгідей енді бір тамақ та бар. Жоқ, қате түсініп қалып жүрмеңіздер. Славян базарына дейін де әншінің қарны аш болған жоқ. Адамның айтайын дегені мүлде басқа, бірақ ол жайлы сәл кейінірек. Байқау туралы әңгімемізге қайта оралсақ, сол сайыстан кейін әншінің өмірінде жақсы өзгерістер орын алыпты. Гонорарым кішкене өсті. Сосын адамдар тани бастады кішкене былай. Өзімнің баяғыдан көрмеген туыстарым қазір звондап, енді жақсы болды. Көптен бері естімеген адамдарды естіп жатырмын қазір. Достарым, туыстарым. Осылайша елдің ықыласына бөленіп шыға келген әншіге Витебстегі жеңісінен кейін сахналастарының да құрметі артқан. Кәдімгідей құттықтап мені, сөздерін айтып, жақсы сөздерін былай көре алмаушылық мен көрген жоқ. Алайда ырымшыл әнші бәрібір бір адамның көре алмаушылығын сезінгенін айтты. Бірақ біреуде көре алмаушылық бар шығар, өйткені ол 2 аптадай ангинамен ауырып жүрмін, білмеймін. Мүмкін өзім бір дәрі ішіп жүрмін, бірақ жоқ. Айтпақшы, славян базарынан алған $15,000 Америка біраз бөлігін адам қажетіне жаратқанын айтқан еді. Қалған ақшаны қазір тойға жұмсаймын. Жұмсалып кетті ол ақша. Сол енді қазір тойға дайындалып отыр. Міне керемет, жұлдыз жақында үйленетінін айтып сүйінші сұрап отыр. Тойым қыркүйекте болады. Қалыңдығымның атын айтпасам, өйткені енді орысша айтқанда, чтобы не сглазили. Қалыңдығым географ. Менен жас. Павлодар қаласынан. Өте әдемі. Сол әдемі қыз адамның көңілінен әбден шығыпты. Енді қазір менде кәдімгідей енді бір тамақ та бар, бәрі дайын. Бұл енді үйге келгенде бір береке болады. Өзінің айтуынша, ақылына көркі сай бой жеткенді жігіт бұл күндері көрмесе тұра алмайтын жағдайға жетсе керек. Өте қатты сағындым. Шыдаңыз, тойдың да ауылы алыс емес. Ендеше әншінің ісіне сәттілік тілейік.